Жүрекке пайдалы жемістер қан қысымын төмендетеді және оларды үнемі пайдалану денсаулығыңыздың қалыпты болуына септігін тигізеді. Адам жүрегіне пайдалы жемістердің бірі анар. Оның құрамы С дәрумені мен калийге бай. Сондықтан оның шырыны жүрек жұмысын жақсартады. Жүрек ауруларының алдын алуға, көк тамырларының қызметіне шипасы мол. Киви де жүрекке пайдалы жемістердің қатарына жатады. Үнемі бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз ауруы түрлеріне шалдықпайсыз. Бастысы, киви қанның ұюын болдырмайды және ұйыған қанды ерітетін қасиетке ие. Оның құрамында С дәруменімен қоса пайдалы элементтер бар. Жүрек қан тамырлары ауруына аса пайдалы жемістің бірі ол құлпынай. Оның шырыны қан қысымын төмендетіп, жүрек соғысын жақсартады. Апельсиннің де жүрек ауруларына шипасы мол. Жүректің қалыпты қан айналымының бұзылмауына септігін тигізетін дәрумендерге бай жеміс болып табылады. Жүрек қан тамыр жүйесі мен қан қысымы дертіне пайдалы жемістердің бірі ол қара қарақат. Оны үнемі жеп тұру жүрек соғысын жақсартуға септігін тигізеді. Шабдалының да қан қысымының көтерілу кезінде тигізер пайдасы мол. Жүрек қан тамырлары ауруына шипа болар жемістердің бірі. Алманың денсаулыққа пайдалы тұстары орасан. Сонымен қатар жүрек ауруын емдеу кезінде жеуге ұсынылатын басты жемістердің бірі. Тәулігіне 300-400 грамм алма жеу қан қысымының қалыпты болуына жағдай жасайды. Тағы бір айта кететіні, алма артық салмақ тастауға да көмектеседі. Өріктің өзінен гөрі дәнегі денсаулыққа пайдалырақ. Оның құрамындағы калий жүрек бұлшықеттерінің қызметін жақсартады. Өрікті дәрігерлер жүрек жұмысын жақсарту мен шаршауды басу үшін жеуге кеңес береді. Жүзім мен оның шырынын ішу жүрек бұлшықетінің қызметін жақсартып, қанды көбейтеді. Қан қысымы көтерілуінің алдын алатын дәрумендерге бай жеміс болып табылады. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып қойыңыздар.